Ғасыр жасаған соғыс ардагері бүгін Алматыда профессор, атақты биохимик Зұлхарнай Сейітовтың 100 жас мерейтойы атап өтілді. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, майданнан оралған соңда елі үшін атқарған еңбегі зор. Өмір жолынан сыр шертіп, ғасыр бойы жасаған игі істері жайында бүгін ғылым ордасында есеп берілді. Мерейтойға Қорғаныс министрлігі арнайы құттықтауын жіберген. Құрметті Зұлхарнай Сейітұлы, сізді бір ғасырлық тойыңыз 100 жасқа толу мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз саналы ғұмырыңызды биохимия ғылымының дамыту саласына арнадыңыз. Ел басына күн туған кезде қалам орнына қару алып, отанымызды жаудан қорғау үшін майданға аттандыңыз. Сізге зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыңа амандық тілеймін. Осылайша соғыс ардагеріне еліміздің қарулы күштерінің атынан ең үздік ел қорғаны медалі табысталды. Бұған дейін де ұлы ғалым ғасырлық ғұмырында 15-ке жуық ордендермен марапатталған, яғни ғылым саласына қосқан үлесі үшін құрмет және ерен еңбегі үшін сияқты еліміздің ең жоғарғы дәрежелі медальдары берілген. Жалпы Зұлхарнай Сейітұлы 1922 жылы Жаңа Қыпшақ ауылында дүниеге келген. Жастайынан қиындық көрген ол небәрі 19 жасында өз еркімен соғысқа аттанады. Майданнан оралған соң ғылым саласына бет бұрған. Бүгінде 1500-ден аса ғылыми жұмыстың авторы. Бұдан бөлек биохимияға қатысты қазақ және орыс тілінде кітаптар жазған. Бүгін сол еңбектерінің ағылшын тіліндегі нұсқасының тұсауы да кесілді. Бұл кітаптың алғашқы түпнұсқасы бар. Себебі 1980 жылдары қателеспесем, Зұлхарнай Сейітұлы биохимия кітабын алғашқы болып орыс тілінде жазды. Биохимия кітабында ол тек қана амин қышқылдары белоктардан басталмай, тек қана зат алмасу процесіндегі жүйке жүйесінің, дәнекер ұлпасының және бауыр биохимиясында сипаттап өтіп отыр.